Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Арайлым. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте әдемі, дәмді әрі пайдалы жемістерден жасалатын салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің видеома ұнап жатса лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал енді біз салатымызды жасауға кірісейік. Бізге қажетті жемістер және де йогурт қажет. Йогуртты мен живой йогурт алдым. Сіздер кез келген йогуртты пайдалансаңыздар болады. Ең бірінші біз бананымызды қабығынан алып, төртбұрыштылап тураймыз. Видеодағыдай бір шұңғыл ыдысымызды алып, туралған заттарымызды кезек-кезек соған салып отырамыз. Алманың мен ортасын ғана алып тастадым. Сіздер енді қабығын ұнатпасаңыздар, қабығын да алып тастауға болады. Бірақ алманың қабығында өте көптеген дәрумендер бар. Алмамызды да төртбұрыштап тураймыз. Турап алған алмамызды бананның үстіне саламыз. Мандаринімізді қабығынан алып, әрбір бөлшегін пышақтың көбегіменен 2 немесе 3-ке бөлеміз. Мен 3-ке бөліп турап алдым да алманың үстіне салдым. Ендігі кезекте кивиімізді де қабығынан аршып, төртбұрыштап тураймыз. Енді салатымыздың үстіне йогуртымызды қосып, қатты күш салмай араластырамыз. Жақсылап араластырып, барлық салған заттарымыз толық араласу қажет. Мінекей біздің салатымыз әзір. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым ас болсын.